Енді біз ары қарай хозяйканың личный кабинетіне кіреміз. Осы баспана маркет сайты арқылы хозяйканың личный кабинеті. Оның сол бетіндегі субсидирование аренда бөліміне өтеміз, батырмасын басамыз. Ары қарай бұл кісіде разрешение беру керек. ЭЦП арқылы подтверждение жасау керек. Мына ожидание подтверждения арендодателем деп тұр. Осыны біз ішіне кіреміз. Біз ары қарай ЭЦП-мен подписание жасаймыз. QR-мен жасауға болады, және ЭЦП-мен жасауға болады. Подписать ЭЦП. Хозяйканың, яғни хозяйканың да ЭЦП-сы қажет болады. Эрсамен қол қоямыз. Подписатьты басамыз. Ары қарай біз кадастр номерлерін тереміз. Біз кадастр номерін егов сайтынан міндетті түрде дайындап аламыз. Қай үйді жалға алып жатыр. Сол үйдің кадастры номері керек. Егер сіздерде земельный участок деп тұрса, земельный участок емес, жилой дом дегеннің кадастрын аламыз, жер үй болса егер. Ал егер вторичка үй болса, дом, оның земельный участогы болмайды ғой. Тек қана үйдің кадастры номерін аламыз. Копировать еттім. Ары қарай осында қоямыз кадастры номерін. Және де бізге хозяйканың 20 сандық счет номері керек. 20 сандық счет номерін бізге жіберген болатын. Оны да копирование жасаймыз. Осы жерге қоямыз вставить арқылы. Және де суммасын жазамыз. Бір айлық пәтердің жалдап отырғанның бағасы, жалпы суммасы 12 ай деп көрсетеміз максимально. Қанша уақытқа жалдап отыр. Ары қарай подписание жасаймыз. Хозяйканың ЭЦП кілтімен, эрсамен қол қоямыз. Заявление подписано деп тұр. Енді бізге жаңағы бөлімді және қайтып толтырып шығамыз. Так, кадастр 20 сандық. Бірінші кадастр номер керек. Кадастр номерін жүктеп аламыз. Ставить. Және счет номері. Копировать. 20 сандық счет номері. Және үйдің бағасы. Арендаға алып тұрған жалпы суммасы. Енді бізге 193 мың сумма шықты ғой, одан төмен сумманы жазбаймыз. 12 айға алынады. Отправить батырмасын басамыз. Ваша заявка отправлена, дейді. Ожидайте подписания документов со стороны арендателя. Также вы можете отслеживать статус своей заявки в личном кабинете, дейді. Енді бізде ары қарай формирование договор қалады. Енді үй жалдап тұрған клиенттің личный кабинетіне өтеміз. Айналып жүктеліп болсын. Мына формирование договор ғана қалды. Желтый светке айналғанға дейін күтеміз. Келесі сабақта клиенттің личный кабинетіне кіреміз.